Менің бала кезім тазалық пен тәртіптен алыс болды. Анам бізге қарамайды, бірақ аса қатал емес адам. Ол бізге көп көңіл бөлмейтін, себебі ол әрдайым өз шаруасымен айналысып жүреді. Үйде біз өзімізше өсіп, өзімізше өмір сүретінбіз. Кейде көшеге шығып ойнап келетінбіз, бірақ үстіміздің қандай күйде екенін ешкім байқамайтын. Бетіміздегі кір, ағып тұрған мұрын, жыртық киім, бұның бәрі біз үшін қалыпты жағдай еді. Басқаларға бұл ұят көрінсе де, біз оған мән бермейтінбіз. Өйткені бала болдық. Киімімізді жуып, шашымызды тарап, тырнағымызды қысқартуды білдік. Мектепте апай ұрсады деп алатын едім. Бірақ әйел адамның ең маңызды жері төменгі жақты жуу дегенді білмедік. Сосын қыста нәски деген кию арман. Үнемі жыртық нәски, ондадағы бір-бірімізден ұрлап киіп таласушы едік. Менің үнемі табаным тоңатын. Сол үшін түнде жіберіп қоямын. Одан кейін іш киім дегенде созылып әпкелерімнен қалғанын киетін едік. Кейде жыртық колготкиді киіп сабаққа кете саламыз. Бірақ менен үнемі сідік сасып тұрады. Моншаға түскенде ғана жуатынбыз. 7-ші сынып оқып жаттым. Алғаш рет айлық нәрсем келді. Ондайды көрмеген мен сорлы жылап, күлкіге қалғаным есіме түссе ұяламын. Сол күні мен сорлы іш киім кимедім. Жалғыз өзі болған. Ол да әбден тозып, тесіліп киюге жарамсыз болғасын тастадым. Отырған орнымнан бір түрлі ылғалдықты байқап, қоңырауда қарасам қан екен. Апай, бір жерім қанап жатыр деп жылап жібердім. Түсінген кейбіреуі күліп жатты. Апай дереу ұлдарды шығарып жіберіп, қыз балаларда осындай нәрсе болады деп аталатын қанның болатынын түсіндіріп айтты. Сосын тез су әкеліп, юбкамды сүртіп, олимпикамды беліме байлап үйге қайтарды. Ол естеген нәрсе дүкенде бар. Анам оны алып беруге ақша жоқтығын айтып, киюге келмейтін, тесіліп әбден тозығы жеткен колготки мен бауырларымның шалбар тоқымасын қиып астыма салуды айтты. Сосын одан кейін ол нәрсені қайта жуып салуымды да айтты. Бірақ біздің үйде сабын деген нәрсені табуда қиын. Мен де шешем секілді салақ болдым ғой. Сабынсыз әлгі шөберектерді жуа салып, кепкен соң қайта салып, әбден сасыдым. Бірақ бұны қалыпты жағдай деп ойладым. Шынымды айтсам, мектеп бітіргенге дейін менің өмірім қарапайым ғана, бірақ ауыртпашылықтарға толы болды. Біз кедей тұрдық. Киген киімдеріміз әсіресе үйде жүргенде әбден ескіріп кір болатын. Сырт келбетіміз үшін қысыла беретінмін. Бұл маған қатты әсер етті. Себебі мен өзімді басқалардан төмен сезінетінмін. Мектепке келсек, сабақты дұрыс оқымадым. Бәлкім, бала көңіл басындағы қиындықтарды жеңе алмаған шығар. Менің айналамдағылардың мақсаты, арманы бар еді, ал менікі бұлдыр еді. Әкем қатал, бірақ өзімше қамқор адам болатын. Алайда оның өз шешімдері әрдайым бізге таңылып отырды. Мектеп бітірген жылы бәрі күтпеген жерден өзгерді. Әкем мені өзі білетін бір отбасының ұлына ұзатпақ болды. Ол жігіт менен 5 жас үлкен еді. Мен үшін бұл жаңалық есеңгіретіп жібергендей болды. Бірақ қарсы шығуға батылым жетпеді. Келісім бойынша алып қашу болды. Оны барлығы дәстүр деп қабылдады, ал мен оны тағдыр деп түсіндім. Ол үйге барған күні шешімімнің дұрыс-бұрыстығына ойлануға мұршамда болмады. Мен үшін жаңа өмір басталды. Жаңа үй, жаңа ереже, жаңа адамдар. Өзімді бөтен әлемде жүргенде сезіндім. Енемнің өткір дауысы күнде құлағымның құрышын қандырғандай. Салақсың, істеген ісіңе көңілім толмайды дейтін. Бұл сөздерді қанша рет естігенімді санап та үлгермедім. Бір күні шыдамым шегіне жеткенде көз алдымнан бұл үйден кетіп жатқан өзімді елестетіп жеңілдеп қалдым. Бірақ бұл жай қиял еді. Күйеуім, оны ойласам, көңілім одан әрі жүдеп кетеді. Ол туралы тұрмысқа шықпас бұрын естігендерім рас болып шықты. Аузы құрғамай ішеді. Ес-түссіз үйге келіп теріс қарап жатып қалады. Ертең бәрі өзгереді деген үміт күн сайын сөніп барады.
Бір күні енемнің төзімі таусылды. Сендерден түк пайда жоқ, қалаға кетіңдер, өз күніңді өздерің көріңдер, деді ол шорт кесіп. Жүгімізді жинауға тура келді. Қала деген бос үміт секілді көрінді, бірақ ішімде бір жарық сәуле мүмкіндік шығар деп сыбырлады. Сол күннен бастап біз жаңа өмірге қадам бастық, бірақ оның қандай боларын ешкім білмеді. Күйеуім баяғыдан бері жаман судан бас тартпайтынын ашық айтқан. Мен ішемін, сен көнесің дегені әлі күнге құлағымда жаңғырып тұр. Не үшін оның жанында жүргенімді өзім де білмеймін. Тек бір қағида ғана ұстанамын: әйел ажыраспау керек. Бірақ бұл қағиданың мені қайғыға батырып, еркімді байлап қойғанын түсінген сияқтымын. Қалаға келген соң өмір өз ағысын жалғастырды. Мен пәтердің қасындағы кішкентай дүкенге көмекші болып жұмысқа тұрдым. Күйеуім базарда арба айдайтын, бірақ оның тапқаны жаман суға кететін. Өз арамызда ол нәрсе үшін жұмыс істейді, мен оны да асырау үшін жұмыс істеймін деп әзілдейтін болдым. Бірақ бұл шындық еді. Пәтер жалдауға ақшамыз жетпейтін. Сол кезде енемнің күйеуінің әкесі байғұс атам көмекке келді. Пенсиясынан біз үшін пәтер ақысын төлеп тұрды. Қанша қиын болса да, ол бізге жанашыр болды. Оның қайырымдылығы болмаса, біз баяғыда далада қалар едік. Күйеуім алқаш болса да, онымен түнгі жақындасуымыз ұнайтын. Бәлкім мені ұстап тұрған осы шығар. Ол жаман су ішіп келіп, мені жақсылап тұрып жасайды. Кейде өзім оның жатып алған нәрсесін тұрғызып аламын. Солай жүргенде көтеріп қойыппын. Алқаш күйеуім өзі сияқты алқаштармен достасып үйге келіп ішуді шығарды. Басында ұрсып, айқайлап, бәрібір күйеуім тыңдамайтын. Ішім өскен сайын жұмысқа шыға алмадым. Ал мен аш едім. Атамның ара-тұра тастап кеткен ақшасы түкке жетпей қалады. Содан үйге келген алқаштармен ақша үшін жүкті болсам да бір жерімді саттым. Ішіп алған оларға бәрі бір екен. Шылпылдатып кіргізіп шығарғанға мәс. Бұл үсімді бірде күйеуім есін жиып тұрғанда өз көзімен көрді. Ол бөлмеге кіргенде үйде келіп жүрген бөтелкелесімен ыңырсып көкпар шауып жатқанымызды үстімізден түсті. Сол жерде менің шашымнан сүйреп соққыға жықты. Ол кезде жүктіліктің 7-ші айында болатынмын. Есімді емханада жидым. Шала босандырып алды. Соққыдан дені сау балам ауру болды да қалды. Иә, өкіндім, жыладым. Бірақ тағдырым осындай болғанына әкем кінәлі. Ішпейтін дені дұрыс еркекке әйел болсам, осындай болмас едім. 2 ай роддомда жатып, ауру баланы баға алмайтынымды түсіндім. Сол үшін шақалақ ұлымды жүрексіз тастап кеттім. Роддомнан шыққанымда өмірімнің өзгеретініне үміттенген едім. Бірақ бәрі басқаша болды. Мені ешкім қабылдамады. Әке-шешем де мені үйіне кіргізбеді. Өз өміріңді өзің сүр. Енді сен үшін ештеңе істей алмаймыз, деді олар. Сол сөздерді естігенде жүрегім шытынап кеткендей болды. Жалғыз қалдым. Жан баласына керексіз, қайда барарымды, не істейтінімді білмедім. Сол кездері өмірдің ауырлығы маған бар салмағымен түсті. Қайғыдан, жоқшылықтан, қайтадан жаман жолға түстім. Бұл жол мені алыс ауылдарға, қойшылардың ортасына алып барды. Қойшылардың біріне әйел болдым. Қанша жыл қойшының әйелі болсам да мүлдем бала көтермедім. Ұлымның көз жасы болар. Арада 18 жыл өтті. Өмірім жылдардың астында ауыр естеліктермен өтіп жатты. Бәрі баяғысынша деп ойлағанмын. Бірақ бір күні күтпеген хабар келді. Біреулер сені әкімшілікте іздеп жатыр екен деп жеткізді. Басында бұл сөздерге сенбедім. Не үшін іздеуі мүмкін? Маған ешкімнің керегі жоқ. Өзімде ешкімге керек емеспін деп ойлайтынмын. Бірақ мән-жайды білгенде жүрегім дүрсілдеп, тынысым тарылып кетті. Ұлым, менің балам, оны 18 жасқа толған соң жетімдер үйінен шығарып жатыр екен. Енді үкімет оны қараушысы, яғни туған анасымен табыстыруға міндетті екен. Сол себепті олар мені іздепті. Роддом есіме түсті. Сол жерде қалған кішкентай шақалағымды қайта көретін күнім келеді деп ешқашан ойламаппын. Бүкіл сезімдерім оянып кеткендей болды. Ұлымды ойлаған сайын іште қорқыныш пен үміт аралас сезім биледі. Әкімшілікке баруға тура келді.
олардан баламды қайта қабылдау және заң бойынша қараушы болуын керектігін естідім. Бірақ тек бұл емес, мемлекет бізге үй береді және әр ай сайын көмек ретінде төлемақы төлейді екен. Бұл өмірімдегі мүлдем жаңа бет ашқандай болды. Бәлкім бәрі текке болмаған шығар. Алда не күтіп тұрғанын білмедім. Бірақ ұлымды қайта көру үмітімен жүрегім жылып, көзіме жас үйірілді. Алла көріп тұр ғой. Ұлымды көргенде ешқандай сезім болмады. Тек мемлекет беретін үйі мен ай сайын беретін ақшасы қызықтырды. Ұлымның аяқ қолы істемейді, арбада отырады. Сөйлей алса да ойын әзер айтады. Бірақ барлығын түсінеді. Мемлекет 6 айдан соң үй береміз деп барлық құжаттарды қолыма ұстатты. Ауру баламды қойшы күйеуім қабылдамай, екеумізді де қуып шықты. Әкімшілік көмектесіп, ауылда уақытша тұратын үйге қоныстандырды. Ұлыммен бөтен адамдар секілді сөйлесеміз. Ол маған жаудыреген қой көзді жанарымен сағынып қарайды. Ана деген адаммен алғаш бірге тұрған ұлымның жүзінде қуанышты да байқадым. Кімге ұқсап қалғанын білмеймін. Шаштары бұйра, әдемі көздері мен қара қастары сүйкімді етіп көрсетеді. Көп замай пенсия түсіп, қалаға жағдай жасалған пәтерге көштім. Сұмдықтың бәрі сол жерде басталды. Пәтердегі душқа ұлымды шомылдырып жатқанда бойымды түсініксіз сезім болды. Ваннада отырған ұлымның арғы жағына еріксіз қызығушылық танытып, қайта-қайта ұстап жуа бердім. Мен ұстаған сайын ұлым ұялып барады. Ал ар жағы қақиып, мені әбден өзіне баурап барады. Әпсейе деген сезімімді қанша бассам да өзімді ұстай алмай, түнімнен өзімнің 2 әрпімді ұстап шықтым. Бір күні шыдамадым. Әбден есім ауғаны соншалықты ұлыма ұйықтататын дәріні тамағына қосып беріп, ұлымның үстіне отырып алып ұстадым. Ұйықтап жатқандықтан ба, ондай әсер алмадым. Ұйқыдан тұрған соң тағы да душқа түсірдім. Қазір интернеттен жаман видео деп іздесең көп шығады екен. Сол жерден көріп алған сұмдықтарымды ұлыма жасаған мен күнәһар едім. Үстінде дымсыз отырған ұлыма мен сені жақсы көремін. Мен саған керемет сезім сыйлаймын. Бірақ бұны ешкімге айтпа. Бұл нәрсені менен басқа ешкім жасамайды деп ұялмай айтқаным әлі есімде. Сосын көріп алған неше түрлі видеоның біреуін қосып ұлыма көрсеттім. Ол жақтырмай, керек емес деп әрең жеткізді. Оны мен түсінемін бе? Неше күннен бері күйлеген ит секілді жүрмін ғой. Душтан шыққан ұлымды жатын орнына әкеліп, көзін орамалмен байлап қойдым да арғы жағын ұстадым. Өзіме де, ұлыма да жақсы сезім сыйладым. Жас жігіт қой, бұндай нәрсені алғаш рет сезініп тұр. Тағы да болуымды сұрады. Менде еш жоқ. Бұл жолы барымды салып, барлық әрекеттерді қайталап, екеуміз де риза. Ұлым маған күйеуім сияқты сезініп жүрмін. Бірақ нәпсімді тие алмай жүрмін. Басқа еркектер көп қой, бірақ ұлымдікіне жетпейді. Онымен өткізген күндерім бұрын соңды алып көрмеген сезім. Қазір сол ұлым екеуміз тұрып жатырмыз. Күндіз түні бірге боламыз. Тіпті жалықпаймыз. Бұл әрекетім дұрыс емес білемін. Бірақ өзімді де тоқтата алмаймын.